Кайырлы күн, құрметті көрермен, әріптестер. Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі тақырып әлеуметтік қорғау жүйесінің үздік қызметкері мен үздік әлеуметтік жоба байқауын өткізу туралы. Спикерлерімізбен таныс болыңыздар. Таласова Айгүл Тілешқызы, Астана қаласы халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары. Садвакасова Дамежан Төлеубайқызы, Астана Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті республикалық мемлекеттік мекемесінің басшысы. Добрый день, уважаемые зрители! Мы начинаем пресс-конференцию службы коммуникации города Астаны. Тема сегодняшнего брифинга о проведении конкурса «Лучший работник системы социальной защиты» и «Лучший социальный проект». Уважаемые зрители, вы можете задать интересующие вопросы в социальной сети. Құрметті көрермен, біз баспасөз конференциясын бастаймыз. Біздің спикерлерге тікелей эфирде сұрақтарыңызды жолдай аласыздар. Ендеше Айгүл Тілешқызы, сөз кезегі өзіңізде. Мархабат. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің әлеуметтік қорғау жүйесінің үздік қызметкері және үздік әлеуметтік жоба республикалық конкурсына қатысуға өтінімдерді қабылдау басталғанын хабарлаймыз. Конкурс халықты әлеуметтік қорғау жүйесін дамытуға және өмір сүру сапасын арттыруға елеулі үлес қосып жүрген көрнекті мамандар мен инновациялық бастамаларды анықтау және ынталандыруға бағытталған. Негізгі мақсаты әлеуметтік қызметкерлер мамандығын беделін арттыру, озық тәжірибені енгізуді ынталандыру және әлеуметтік қызмет көрсету саласындағы озық тәжірибені тарату. Конкурс әлеуметтік жұмыстың негізгі бағыттарын қамтитын 7 номинация бойынша өткізіледі. Бұл арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығының үздік әлеуметтік қызметкері, үйде күтім көрсету ұйымының үздік әлеуметтік қызметкері, үздік мемлекеттік әлеуметтік инспектор, үздік медициналық әлеуметтік сараптама қызметкері, үздік әлеуметтік педагог, арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету жүйесінде еңбек мобильдік орталығының мансап орталығы үздік қызметкері, үздік әлеуметтік жоба. Конкурс ережесіне сәйкес қатысушылар конкурстық өтінімді, презентация материалдарын және жұмыстары немесе жобасы туралы қысқаша бейнероликті дайындау керек. Өтінімдерді 2025 жылдың 1 тамызы мен 30 қыркүйегі аралығында онлайн платформасы арқылы беруге болады. Конкурс 2 кезеңде өтеді. Облыстық және республикалық. Арнайы комиссия ашықтық пен объективтілік қағидаттарын сақтай отырып, бірнеше номинациялар бойынша жеңімпаздарды анықтайды. Сонымен қатар электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалана отырып, платформаға қоғамдық онлайн дұрыс беру жүргізіледі. Оның нәтижелері жеңімпаздарды таңдау кезінде ескеріледі. Сонымен қатар байқау аясында әлеуметтік қызметкердің бір күні, мейірім шуағы, әлеуметтік идея және әлеуметтік қызметкерге алғыс тақырыптарында әлеуметтік флешмоб, социальный флешмоб бір тұтас хэштегімен бір қатар әлеуметтік челленджер жүргізіледі. Конкурс нәтижелері әлеуметтік қызметкерлер күні қарсаңында 2025 жылғы 24 қазанда Астана қаласында өтетін марапаттау рәсіміне жарияланады. Қазақстан Республикалық еңбек және халықтық әлеуметтік қорғау министрлігі барлық мүдделі мамандар мен ұйымдарды байқауға белсенді қатысуға, өз жетістіктерін көрсетуге және еліміздің әлеуметтік саласының дамуына үлес қосуға шақырады. Конкурсқа қатысу бойынша кеңес алу үшін 1414 телефоны бойынша байланыс орталығы жұмыс істейді. Толық ақпаратты Қамқор еңбек KZ сайтынан алуға болады. Уважаемые зрители города Астаны, мы сообщаем, что Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан объявило о начале приема заявок для участия в республиканском конкурсе «Лучший работник системы социальной защиты и лучший социальный проект». Конкурс направлен на выявление, поощрение выдающихся специалистов и инновационных инициатив, вносящих значительный вклад в развитие системы социальной защиты и улучшение качества жизни населения страны.
Основная цель – повысить престиж профессии социальных работников, стимулировать внедрение передовых практик и распространить лучший опыт в сфере оказания социальных услуг. Конкурс проводится по 7 номинациям, охватывающим ключевые направления социальной работы. Лучший социальный работник Центра оказания специальных социальных услуг, лучший социальный работник организации надомного обслуживания, лучший государственный социальный инспектор, лучший работник медико-социальной экспертизы, лучший социальный педагог в системе оказания спецсоцуслуг, лучший работник Центра трудовой мобильности карьерного центра, лучший социальный проект. Согласно положению о конкурсе, участникам необходимо подготовить конкурсную заявку, презентационные материалы и короткий видеоролик о своей работе или проекте. Подать заявки можно с 1 августа, прием уже начался, по 30 сентября 2025 года через онлайн-платформу comcor.inbec.kz. Конкурс будет проходить в 2 этапа – региональный, республиканский. Специальная комиссия отберет победителей по нескольким категориям с соблюдением принципов прозрачности и объективности. Кроме того, предусмотрено народное онлайн-голосование на платформе с использованием электронной цифровой подписи. Его результаты также будут учтены при выборе победителей. Дополнительно в рамках конкурса запущен цикл социальных челленджей под единым хэштегом «Социальный флешмоб», «Алюметтек флешмоб» по тематикам «День и жизни социального работника», «Искры добра», «Социальные идеи» и «Спасибо социальному работнику». Итоги конкурса подведут на торжественном церемонии награждения, которая пройдет накануне Дня социального работника 24 октября 2025 года в городе Астане. Приглашаем всех заинтересованных специалистов, организаций принять активное участие в конкурсе, продемонстрировать свои достижения и внести вклад в развитие социальной сферы страны. Для получения консультаций по вопросам участия в конкурсе вы можете обратиться по номеру контакт-центра 1414. Подробная информация также будет отражена на сайте конкурса www.comcor.kz. Тұшымды ақпарат бергеніңізге рахмет. Благодарим за содержательный доклад. Келесі сөз кезегі Дәмежан Төлеубайқызы, өзіңізде. Мархабат. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Қазақстан Республикасының президентінің жарлығы бойынша 2011 жылдан бастап жыл сайын қазан айының соңғы жексенбісінде әлеуметтік қамсыздандыру қызметкерлер күні атап өтіледі. Біздің әлеуметтік қамсыздандыру реттеу және бақылау комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті үздік медициналық әлеуметтік сарапшы және үздік мемлекеттік әлеуметтік инспектор номинациялары бойынша қатысатын болады. Қазақстан Республикасындағы мүгедектер Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген әлеуметтік экономикалық және жеке құқықтары мен бостандықтарының толық спектріне ие. Департаменттің медициналық әлеуметтік сараптама қызметі тексерілетін тұлғаның дене функцияларының тұрақты бұзылуына туындаған мүгедектік пен еңбекке қабілеттіктен айырылу дәрежесіне белгілей отырып, өмірлік іс әрекетіне шектелуін бағалауда. Сондай-ақ оның әлеуметтік қорғау шараларының қажеттілігін анықтауды жүргізеді. Мүгедектерге көрсетілетін әлеуметтік көмектің түрі дұрыс баға мен қабылданған шешімдерге байланысты болады. Сондықтан медициналық әлеуметтік сараптама қызметі қызметкерлерінің біліктілігі өте маңызды. Байқауға қатысу медициналық әлеуметтік сараптаманың үздік сарапшыларының анықтауға көмектеседі. Департаменттің халықты әлеуметтік қорғауды бақылау бөлімшесі мүгедектерді әлеуметтік қорғау және арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету саласындағы заңнаманың сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады. Мемлекеттік әлеуметтік инспектордың негізгі міндеті әлеуметтік жағында осал азаматтардың өмір сүру сапасын жақсарту және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі шараларды қабылдау. Бұған халықты әлеуметтік қорғау жүйесіне деген сенімін арттыру, құқық бұзушылықтарды анықтау және алдын алу, арнайы қызметкерді мақсатты және тиімді көрсетуді қамтамасыз ету көреді.
Сондай-ақ биылдан бастап әлеуметтік қамсыздандыру, оның ішінде міндетті әлеуметтік сақтандыру саласында әлеуметтік төлемдерді уақытылы және дұрыс тағайындау, мемлекеттік корпорацияның әлеуметтік төлемдерді алушыға уақытылы және толық аудару бөлігінде мемлекеттік бақылауды жүзеге асырудың жаңа бағыты енгізілді. Бақылау субъектілері ГФСС, акционерлік қоғам филиалдары және азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорация акционерлік қоғамы. Сондықтан байқауға біздің 3 үздік әлеуметтік инспекторымыз және эксперт медико-социальный экспертизаның эксперттары қатысатын болады. Дауыс беруге белсенді қатысуларыңызды сұраймыз. Как говорила Айгуль Тлешевна, моя коллега, ежегодно в Республике Казахстан в последнее воскресенье октября отмечается День работников системы социальной защиты. Этот день официально был провозглашен профессиональным праздником в соответствии с указом президента Республики Казахстан с 2011 года. Представители нашего департамента примут участие в конкурсе по следующим номинациям. Это лучший работник медико-социальной экспертизы и лучший государственный социальный инспектор. Лица с инвалидностью в Республике Казахстан обладают всей полнотой социально-экономических и личных прав и свобод, закрепленных Конституцией Республики Казахстан. Служба медико-социальной экспертизы департамента проводит оценку ограничений жизнедеятельности освидетельствуемого лица, вызванных стойким расстройством функций организма с установлением инвалидности и степени утраты трудоспособности, а также определение его потребностей в мерах социальной защиты. От правильно проведенной экспертизы и принятых решений зависят виды оказываемой социальной помощи лицам с ограниченными возможностями. Поэтому очень важна квалификация сотрудников служб медико-социальной экспертизы. Участие в конкурсе позволит выявить самых лучших экспертов медико-социальной экспертизы. Вместе с тем, отдел по контролю в сфере социальной защиты населения департамента осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства в области социальной защиты лиц с инвалидностью и в сфере предоставления специальных социальных услуг. Основная задача государственного социального инспектора – это принятие мер для улучшения качества жизни социально уязвимых категорий граждан и защита их прав. Повышение доверия населения к системе социальной защиты, выявление и предотвращение нарушений, обеспечение адресности и эффективности предоставления специальных социальных услуг. Также с текущего года введено новое направление в осуществлении государственного контроля в сфере социального обеспечения, в том числе обязательного социального страхования в части своевременного и правильного назначения социальных выплат, а также своевременного и полного перечисления получателя социальных выплат государственной корпорации. Субъектами контроля в данном случае являются филиалы АО ГФСС и отделы по социальному обеспечению филиалов НАО Государственной корпорации правительства для граждан. Поэтому, как я и говорила, в конкурсе примут участие по 3 специалиста с службы медико-социальной экспертизы, идет выбор среди наших сотрудников, и 3 лучших социальных инспектора. Поэтому прошу принять самое активное участие в голосовании. Спасибо. Тұшымды ақпарат бергеніңізге рахмет. Благодарим за содержательный доклад. Құрметті көрермендер, біз келесі кезекте сұрақ-жауап кезеңіне өтеміз. Уважаемые зрители, мы переходим к сессии вопрос и ответа. Алғашқы сұрақ, Айгүл Тлешқызы, өзіңізге конкурсқа кімдер қатыса алады? Құрметті көрермендер, конкурсқа Астана қаласында арнайы қызметтер көрсететін әлеуметтік қызметкерлер қатысады.
және әлеуметтік жоба конкурсына біздегі қалада көрсететін әлеуметтік жобаны іске асыратын қоғамдық кеңестері қатыса алады. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрақта өзіңізге конкурс жеңімпаздарын таңдау кезінде комиссия қандай критерияларды ескереді? Осындай критерийлер көрсетілген. 5 жылдан кем емес еңбек өтілі, наградалардың жетістіктердің болуы, тәртіптік жазалардың болмауы, жобаларды іске асыру мерзімдері, жобалардың нәтижелері, жобаның әлеуметтік маңыздылығы. Жауабыңызға рахмет. Сізге соңғы сұрақ. Республикалық конкурсқа кімдер қатыса алады? Республикалық конкурсқа өңірлік конкурстардың жеңімпаздары қатысады. Астана қаласының жеңімпаздары сол республикалық конкурсқа қатыса алады. Жауабыңызға рахмет. Бізде келесі сұрақ Дәмежан Төлеубайқызы өзіңізге. Входит ли вопрос своевременности выплаты пособий в компетенцию социальных инспекторов? Да, действительно, вот как я и говорила, с этого года введено новое направление, и вопросы своевременности осуществления выплат получателям пенсии и пособий, осуществление государственного контроля входит в компетенцию государственных социальных инспекторов. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Какими правилами регулируется деятельность медико-социальной экспертизы? Деятельность медико-социальной экспертизы регламентируется правилами проведения медико-социальной экспертизы номер 260, утвержденные 23 июня 2023 года. Правила были обновлены после принятия Социального кодекса Республики Казахстан. Спасибо за ответ. Құрметті Айгүл Тілешқызы, Дәмежан Төлеубайқызы, уақыт бөліп Астана коммуникациялар қызметінің алаңына келгендеріңіз үшін алғыс білдіре отырып, қызметтеріңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі брифинг өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.